أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ثم من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бауырлар, бүгінгі күніміз берекелі, қайырлы болсын, оразамызды Алла жеңіл етсін, Алла Тағала оразаларымызды қабыл етсін, иншалла. Әдетіміз бойынша күніге осы мұсылманның алдындағы міндеті деген дәрісіміз өтіп келе жатырмыз. Бүгін Алланың қалауымен міне 5-шісіне келдік. Мұсылман алдындағы 5-ші міндеті لا يزيد في الهجر لمن يعرفه على 3 أيام مهما غضب عليهم. Мұсылманмен егер сөзге келіп араздасып қалатын болса, 3 күннен артық ашуланып бір-біріне сөйлемей қоюға болмайды екен. Осы тақырыпта. Бауыры, бұл дегені, яғни мұсылман бауырымен сөзге келіп қалса егер, онда олардың сөйлемей бір-біріне ренжіп жүрулері 3 күннен аспау керек екен. Ол міндеттері бір-бірінің алдында. Осы 3 күннен кейін екеуінің біреуі кешірім сұрап, немесе екеуі де өткенді, қазақ айтады, өткенге салауат дейді. Өткенді қозғамай жарайды деп жарасып табысу бұлардың мұсылмандық міндеті болып табылады екен. Енді мұсылман адам ет пен сүйектен жаралғаннан кейін нәпсі болады. Шариғатымызда ренжіп сөйлемей қоюға да рұқсат береді. Бірақ бұның мерзімі шектеулі. 3 күнге шейін амандаспай қоюға болады, сәлемін алмай қоюға болады, жауап бермей қоюға болады, ренжіген болып қыр көрсетуге болады. Бірақ бұның мерзімі шектеулі. Ол 3 күннен аспау керек. 3 күннен кейін бұл харам бола бастайды. Екеуі де үлкен күнә істеген болып, әрмен қарай жалғаса береді. Пайғамбар алейхиссалам айтқан, екеуінің біреуі қайсысы бірінші сөйлейтін болса, сол хайырлы екен деп айтқан. Сол ақылды, яғни екеуінің біреуі ең бірінші қайсысы сөйлеп кешірім сұраса, сол анаған қарағанда жақсырақ екен деген Пайғамбар алейхиссалам. Пайғамбар алейхиссаламның 2 немересі Хасан Хусейнді күндердің күнінде екеуі де сөзге келіп қалып ұрысып қалады. Кейін 3 күннен кейін үлкен Хасан деген інісі Хусейнге хат жазады. Екеуі 2 өлкеде болады. Хусейн Мысырда болады, Хасан Мединеде болады. Сөйтіп Хасан Хусейнге хат жазады. Інім, сен шариғатты білмейсің ба? Мен үлкен басыммен сені күтіп жүрмін. Кешірім сұрай салмайсың ба деп хат жазады. Сол кезде інісі де ағасына жауап қайтарады, жауап жолдайды. Ағатай, мен де шариғатты біліп тұрмын әрине. Сол 3 күн бойы күттім, және сол сауап жолын сізге жолдаған едім. Пайғамбар алейхиссалам айтқан еді, 2 адам ұрысып қалып, қайсысын бірінші сөйлесе, кешірім сұрап, сол жақсырақ екен. Сол жақсырақ жолды мен сізге ұсынып тұрған едім деп осындай хат жолдаған. Міне мұсылман адамдар, әрине енді өмір болғаннан кейін, тіршілік болғаннан кейін, мұсылман адамдарда жаңағыдай сөзге келіп қалу мәселесі бар. Шектен шығып кетпеу керек, бірақ өз құқығын қорғап, сондай сөз айтуға болады. Балағаттауға болмайды. Бірақ бұлардың ұрысып қалулары 3 күннен аспау керек екен. 3 күннен аспау керек. 3 күннен асатын болса, ол не болады деген, шариғат бойынша ол харам болады. Харам болады. Пайғамбар айтады, «Мән аққаса мәлу мен садақатын». Біліп қойыңыздар, садақа берумен мал кембейді, азайып қалмайды. «Вәмән зәйд Аллаху ражулан би'афун илля изза». Ал бір адам кешірімді болып, бауырын кешіре салатын болса, омен абырой түсіп қалмайды, керісінше Алла Тағала оның абыройын жоғары қылып қояды деді. «Вәма мин ахадин тавада лиллахи илля рафаахуллах». Кімде-кім кішіпейіл жол санатын болса, Алла Тағала сөзсіз ол адамның дәрежесін өсіреді деді. Міне сол себепті мұсылман адам барынша мұсылман бауырының сол міндетін ойлап тұру керек екен, және барынша соны шектен шықпастан, және 3 күннен кейін міндетті түрде бұлар табысу керек екен. Міндетті түрде. Алла Субхану ва Тағала Құран Кәрімде біздің қас дұшпанымыз шайтан екендігін айтқан. Негізінде адамға дұшпан болуы мүмкін емес. Алла Тағала адам баласына мейірім берген, шафағат берген, ақыл берген, иман берген. Бірақ шайтан іблісті Алла Тағала бір аятта емес, бірнеше аятта соны ескертеді.
біліп қойыңдар, сендердің қас дұшпандарың ол шайтан іблис деп айтқан. Сол іблис араға түсіп адамдарды сөз таластырады, бір-бірімен ұрыстырады, жауластырады. Оған керегі сол арқылы ол адамдарды күнәға батырып, өзімен бірге тозаққа алып кетуге Аллаға уәде берген еді. Сол уәдемді орындаймын деп, күні-түні адамның қыр соңынан қалмастан жанында сығалап жүріп, сондай күнә істетуге әрекет жасайды. Міне бауырлар, бүгінгі дәрісімізде білгеніміздей, ондай індеттен аулақ болуымыз керек екен. Араздасып қалған бауырларымызды кешіруіміз керек екен. 3 күннен кейін ол әрмен қарай қайтадан бауыр болып, бір-бірімен сөйлесіп, табысу керек екен. Алла Тағала мына кешірімді айтты. Алла баршамызды кешірсін. Бір-бірімізді кешірейік бауырлар. Кешірімді болып жүруімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Субханака астағфирука ва атубу илейк.